Сәлем достар, бүгін сіздермен өте май боп кеткен, сырты 10 жылдан бері жуылмаған, қатып қалған майды небәрі 5 минутта бірақ затпенен кетіретін тәсілмен бөлісетін боламын. Одан кейін осылай ыдысымыз әппақ болып таптаза болып шығатын болады. Видеоны соңына дейін көріп, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет осындай пайдалы лайфхактармен және пайдалы видеоларды түсіретін боламын. Сол үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ыдыстарымыз өте май болып кеткен. Осы ыдыстарды енді осындай нашатырный спиртпенен тазалайтын боламыз. Бұл нашатырный спирт көп те қымбат тұрмайды. Аптекада небәрі 150-200 теңге тұрады. Кез келген аптекада сатылады. Сосын осындай құрғақ салфетка керек. Осындай құрғақ салфеткаменен. Құрғақ салфетка болмаса, сіздерде арнайы кәдімгі влажный салфетканы кептіріп жасасаңыздар болады. Менде арнайы осындай құрғақ салфетка болғандықтан осы салфеткамен жасадым. Енді осыны жақсылап нашатырный спиртке малып алып, осылай тәпеншелеріміздің сыртына қойып, барлығын осылай спиртімізді жақсылап осылай малайтын боламыз. Нашатырный спирттің барлығын осылай барлық жеріне тегізіп, жақсылап малаймыз. Тимеген жері болса кетпейді. Сол үшін жақсылап осылай спирттің бәрін құйып, осылай жақсылап жан-жағына барлық жеріне тегізіп жасаңыздар. Енді осылай пакетке саламыз. Пакетке салып, иісі шықпау керек. Және де ішінде өз буымен 24 сағат тұру керек. Міндетті түрде 24 сағатқа қалдырыңыздар. Сонда ішіндегі майлары еріп, жақсылап кететін болады. Үш-төрт пакетке қаптадым. Иісі сыртқа шықпас үшін сөйтіп оны 24 сағатқа қойып қойдым. Кемі 24 сағат тұру керек. Олай жасамасаңыздар, бұл әсер етпеуі мүмкін. Ешқандай көмегі тимейді. Сол үшін 24 сағат осылай пакетте орап қойып қойыңыздар. Осылай 24 сағат өтті. Енді пакеттен ашып, осылай ішіндегі тәпеншені жақсылап жуатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай жібіп тұр сыртының ішіндегі майлары. Енді осыны алып тазалайтын боламын. Осылай салфетканы бәрін алып тастаймыз. Өздеріңіз көріп отырғандай жібіп тәпеншеміз әдемі болып тұр. Енді осыны жақсылап қырып алатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай тәпеншеміздің сырты жібіп тұр. Өте оңай кетіп жатыр. Пышақтың ұшы тисе болды. Осылай түсіп жатыр майлары. Көпте уақытымды алған жоқ, көпте күш жұмсаған жоқпын. Осылай тәпеншемім тазалап алдым. Өте жақсы, оңай тәсіл екен. Осылай нашатырный спиртті көбірек жағыңыздар. Сіздердің қазандарыңыз, сковородкаларыңыз қалың болса, сонда жақсы әсер етеді. Осы әдісті сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Сіздер де осылай тазалап көріңіздер. Сіздерге де осындай нәтижесін береді деген ойдамын. Менің каналымда көптеген пайдалы видеолар бар. Және де алдағы уақытта осындай керемет лайфхактар түсіретін боламын. Сол үшін менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.